Баршаңызға сәлем достар, бүгін біз Бравл Старс ойынын ойнайтын боламыз. Сіздер BlackZ арнасындасыздар, арнаға тіркеліп кетіңіздер, қоңырау шағын басып кетіңіздер, біз ойынымызды бастаймыз. Достар, Бравл Старста ойыншықтар хикаясы мультсериалмен коллаборация болды. Көріп отырғандарыңыздай бізге Базлайтерді берді. Біз бүгін осы Базлайтермен ойнайтын боламыз. Ең алдымен магазинға кіріп кетейік. Магазинде бізге мейрамдарға орай осындай сыйлықтарды беріп отыр екен. Достар, ең бірінші күні бізге легендарный боец максимальный деңгейде Базлайтерді берді. Одан кейін бізге күн сайын осындай сыйлықтар беріп отырады екен. Достар, сыйлықтар өте күшті. Сонына қарай бізге легендарный пристар береді екен және гиперзаряд береді екен. Сыйлықтар өте күшті. Тағы да бұл жерде жаңа скин және жаңа акциялар бар екен. Бұл жерде донатқа Бо Пип Биби дейді. Осындай ерекше скин ұсынылып отыр екен. Достар, қараңыздаршы енді, өте әдемі скин. Бұл жерде тағы да Богомол Роза дейді. Бұл да өте әдемі скин. 39-ақ кристалл тұрады екен. Тағы да Покос видеозаписи дейді. 99 кристалл тұрады. Осындай күлкілі және қызықты скин ұсынылып отыр екен. Тағы да бұл жерде жаңа жылға орай Джеки с подарками осындай скин ұсынылып отыр екен. 39 кристалл тұрады екен. Өте әдемі скин, өте күшті. Және грифке осындай ерекше скин ұсынылып отыр екен. 79 кристалл тұрады екен. Өте әдемі скин. Тағы да бұл жерде детектив Грей дейді. Бұл да өте ерекше скин екен. Жарайды достар, басқа магазинде ешқандай қызық жоқ секілді. Достар, шығайық бұл жерден. Қазір біз боецтерге кірейік. Боецтерден әрине біз қазір Базлайтерге кіреміз. Достар, міне Базлайтер өте әдемі, өте күшті боец. Қараңыздаршы енді. Достар, Базлайтерге 3 режим бар екен. Ең бірінші режим ол лазер, екінші режим меч, үшінші режим крылья. Достар, осындай 3 режим бар екен. Үшеуі де күшті менің ойымша. Енді маған әрине Базлайтерге мастерствоны арттыру керек. Достар, біз қазір енді Базлайтерді дамытатын боламыз. Базлайтерге тағы да гаджет және гиперзаряд бар екен. Достар, өте күшті боец Базлайтер. Қазір біз осы Базлайтермен осы событиялардың бәрін орындап тастайық, ойнап тастайық. Айтпақшы достар, жаңа события пайда болды, мега елка деген. Шыны керек, мен бұл мега елканы нашар ойнап жүрмін. Жарайды достар, қазір біз столкновенияға кетеміз, ең бірінші. Бұл енді жабық карта, сол себептен де одиночное столкновениені таңдайық. Мен Базлайтерге режим мечті таңдайын. Кеттік достар. Ал кеттік достар. Бірінші атака. Достар, көбісі Базлайтермен ойнап жүр. Мен енді меч деген режимді таңдадым ғой. Мен бұл жерде ближникпін, маған оңай болу керек. Мен егет мына жерде де бір Базлайтер. Ең бастысы банкаларды жинап алайық тезірек. Достар, мына жерде бұл бар екен. Банканы алайық та қашып кетейік. Достар, менде здоровье аз қалды. Достар, мына жерде қиын болды. Здоровьям көтеріп алайық. Ана жерде Эдгар бар. Менде 4 банка. Қазір біз мына Базлайтерді ала аламыз ба? Жоқ, ала алмайды екенбіз. Ана жерде тағы Барли. Мен естіп кетіп қалайын. Достар, мына жерде банкалар көп екен, осыларды алып алайық. 5 боец әлі тірі.
Меніңше центрде ешкім жоқ, иә? Иә, достар, бұл жерде ешкім жоқ. Осы жерде күтіп отырайық. Мә, достар, мына Барли қазір атака жасайды ғой мына жерге. Бізге қайткенмен де ұту керек енді. 6 банка, меніңше біз ұтамыз. Бірақ мына Барли енді қоймады ғой тегі. Төрт-ақ боец қалды, достар. 3 боец қалды. Қазір біз ана базлайтерді алып кетейік. Мә, достар, одада 6 банка. Мына Бул және базлайтер. Мә, достар, міне. Не болып кетті? Қазір мен, достар, ультаны қолданып үстіп алып кетейік. Все, достар, easy, смело алып кеттік. Базар жоқ, біз мықты ойнадық, иә. Иә, достар, шынымен де өте күшті ойнадық. Ендеше шығайық бұл жерден. Қазір, достар, біз басқа событияны таңдайық. Парное столкновениені таңдайық. Осы меч деген режимді таңдай берейік. Ал кеттік, достар. Парное столкновение. Мә, достар, бұл жерде мен тиммейтім тик екен. Тезірек центрге барып, банкаларды алайық. Енді бұл режимде ойнау өте оңай. Меч деген режим өте оңай. Және, мә, достар, мына жерде Ворн кәдімгідей атака жасады. Иә, қашып кетейік. Иә, достар, мына жерде не дейді, мә, мына жерде Мортис бар екен. Иә, ол қашып кетеді. Иә, достар, қашып кетеді екен. Иә, достар, негізі базлайтермен ойнау өте оңай. Мына меч деген режим өте оңай режим. Өйткені біз ближникпіз, жақыннан атака жасаймыз. Және әрине ультасы өте күшті. Бізге қазір ульта жинап алу керек. Төрт команда бар әлі. Мә, мына жерде тик кәдімгідей ойнап жатыр, иә. Ал, достар, біз енді үстіп центрде тұрамыз ғой, үстіп. Мә, ана жерде Пайперде бір. Мә, достар, бұл жерден қашып кетейік. Біз қазір. Мә, достар, мына жерде. Мә, мен әрен дегенде тірі қалдым. Мә, достар, қиын момент болды. Қазір біздің тиммейтіміз оралады. Мына жерде тағы Мартира бар екен. Бұлай бұзып тастайық. 3 команда бар. Бізге ұту керек енді. Қайткенмен де 4 банка бар менде. Мә, мына жерде, достар, 7 мә банкасы бар екен ғой, базлайтердің. Иә, достар, мә, достар, мына жерде мен жалғыз өзім қалдым, иә. Бұлай гаджетті қолданып тастайық та. Қазір мен ультамен алуға тырысам, әрине. Болды, достар, easy, смело алып кеттік бүкілін базлайтермен. Иә, достар, мықты ойнадық, бәрекелді. Шығайық ендеше осы жерден. Ал, достар, кеттік, басқа событияны ойнап тастайық базлайтермен. Қазір біз Brawl Ball'ды таңдайық. Бұл енді ашық карта, сол себептен де маған басқа режимді таңдаған дұрыс болады. Лазерді таңдап көрейік. Егер де болмай жатса, әрине мен Криллияны таңдайтын болам. Ал кеттік, достар, Brawl Ball. Бұл жерде енді ашық карта болғандықтан режим мечті таңдаған дұрыс емес мына жерде. Мә, достар, тиммейт шынымен де өте қатты қателесті. Өйткені бұл ашық карта. Мә, мен тимей жатырмын. Мә, достар, мыналар қазір жақсы ойнайды ғой. Мә, не дейді ана жерде базлайтер. Мә, достар.
Менің тиммейттерім өкінішке орай жақсылап ойнай алмай жатыр. Мә достар, мына Фрэнк те бір. Я достар, тиммейттер енді жаман ойнап жатыр. Фрэнкті алып кетейік. Все, базар жоқ достар. Қазір біз гол соғайық. Қазір. Мә болмады, е. Мә достар, болмады. Кеттік достар. Енді 1 минут 20 секунд қалды. Мә достар, жаман ойнап отырық. Мә мен ультаны да бекер қолдандым. Мә достар, бұл жерде ұтылдық енді. Я достар, ұтылдық өкінішке орай. Негізі бұл режим өте оңай болу керек. Мына базлайтерге лазер деген режим. Қазір гиперзарядты қолданып бірден алып кетейін. Мә достар, болмады, я. Фрэнкке болмады. Бұл жерде енді сөзсіз ұтылдық. Кішкене тиммейттеріміз нашар ойнады. Жарайды достар, шығайық бұл жерден. Біз қазір басқа режимді таңдайық. Ал кеттік достар, осы жолы біз крылья деген режимді таңдадық. Қазір енді жақсылап тұрып ойнап тастайық. Кеттік достар. Негізі мені тағы да тиммейт меч деген режимді таңдады. Негізі бұл ашық картаға, бұл жерге андай ближниктерді таңдаған дұрыс емес. Мә достар, мына Эль Примода бір. Я, қауіпті момент болды. Мен қазір ультаны қалай қолдансам екен. Өстіп қолданып кетейік. Бірден алып кетейік. Мә, ана жерде Джесси тығылып отыр екен ғой. Болмады достар, өкінішке орай. Кеттік достар, тездетейік енді. Голды соғып тастайық. Я достар, негізі гаджеті де өте мықты. Базлайтердің. Кеттік достар. Кеттік, жігіттер, гол соғып тастайық енді. Бір болсын. Бір гол соғып тастайық. Мә, бұл жерде көбісі танктер, және оларды алу кішкене қиындау болып жатыр. Мә, достар, мені мына Эль Примо өте жақсы ойнап жатыр. Қазір біз Я, достар, қазір гол соғып тастайық. Кеттік, пас бер, давай. Мә, достар. Я, достар, біздің тиммейт соқты голды. Бәрекелді, мықты ойнадық. Біз енді қазір ұтамыз ғой енді бәрібірде. Егер де тупить етіп қалмасақ. Мә, достар, бұл жерде шынымен де қарсыластар мықты ойнап отыр. Ультаны қолданып үстіп бірден кетейін қазір. Я, достар, біз бұл жерде ұттық, смело, изи болды. Және ойын бітті, достар. Енді күшті ойнадық, шынымен де. Жарайды, достар, шығайық бұл жерден. Мықтылап ойнап шықтық. Қазір, достар, біз басқа событияны таңдайық. Захват кристаллды таңдайық. Бұл жерде де ашық карта, бірақ бір жағынан жабық карта. Осы крыльямен ойнай берейік. Кеттік, достар, захват кристалл. Қазір бірден кристалдарды жинап аламыз да, артқа қарай қашамыз әрине. Бұл жерде де бүкіл базлайтермен ойнап жүр ғой. Қазір бүкіл базлайтермен ойнап жүр негізі.
Және мә достар, мен мына жерде жаман ойнап отырмын. Және бізге мә достар, тиммейттер нашар ойнап жатыр. Мен білмеймін енді. Бізге алып кету керек, бір нәрсе жасау керек мына жерде. Кеттік, тездетейік. 10 кристалл жинап, тезірек қайтайық. Мә достар, мына жерде мен бір жағынан ультаны бекер қолдандым. Все, достар, смело. Клэнсиді алып кеттік. Бізде 8 кристалл, тағы да 2 кристалл алу керек. Мә достар, енді бір нәрсе жасау керек. Мә достар, мына жерде Клэнсиде бір. Мен қазір атакаға шықсам, мә ұтылып қалам ба деп қорқып тұрмын да. Алып кетейік үстіп Клэнсині. Болды достар, мықты ойнадық. Мен үсті ультаны қолданып бірден артқа қашайын. Менде 9 кристалл. Біз смело ұттық негізі. Я достар, бәрекелді. Болды достар, изи ұттық, изи ойнадық, мықты ойнап шықтық. Тиммейттер молодец, напарниктер молодец негізі. Күшті ойнадық. Шығайық ендеше бұл жерден. Қазір достар, біз енді крылья емес, басқа режимді таңдап, лазер деген режимді таңдап, ойнап көрейік захват кристаллықты. Көрейік енді қалай болады екен. Кеттік достар, тағы да захват кристалл, бірақ бұл жолы лазер деген режимде. Мә достар, бұл жерде де менде напарник базлайтер, лазер деген режимде. Мә достар, мына жерде мыналар бірден байқатпай шығып қалды ғой. Бірден алып кетті бізді. Я достар, сақ болу керек. Мына жерде менше лазер деген, достар, мынау тағы да алып кетті, я. Мына базлайтер меч. Негізі ультасы кішкене онша емес та осы лазер деген режимге. Достар, мен мына жерде тағы да мына базлайтер әбден бізге тыным бермеді ғой. Джеки красавчик алып кетті. Достар, мына базлайтер енді меч өте мықты ойнап отыр. Қараңыздаршы. Біз қазір енді ұтылып қалуымыз мүмкін ғой. Бірақ менің напарниктерім мықты ойнап отыр. Джеки мықты ойнап отыр. Бір жағынан осы лазер деген режимде тию қиын екен да. Мен тие алмай жатырмын. Бірақ осы лазерде оқ тисе, яд секілді әсер етеді екен. Яғни қараңыздар, мен тидім, және ол яд секілді әсер етеді екен. Бірақ ультасы әрине енді қарапайым лазер. Я достар, мықты ойнап шықтық. Напарниктер мықты ойнап шықты. Я Джеки өте мықты ойнап шықты. Жарайды достар, шығайық бұл жерден. Қазір біз енді басқа событияны таңдайық. Меніңше ограбленияны таңдап көрейік. Ойнап көрейік ограбленияны. Бұл да кішкене ашық, бірақ бір жағынан жабық карта. Жарайды достар, лазермен көрейік қалай болады екен. Ал кеттік достар. Ограбление. Кеттік достар, меніңше бұл жерде де напарниктер жақсы ойнайды деген ойдамын. Кеттік. Достар, мына жерде де бір базлайтер. Бүкіл жерде базлайтер бар әйтеуір. Меніңше мен қорғанысқа кету керекпін. Бірақ жағынан атакаға кету керек па?
Бірақ ана жерде арти және біз оны алып кету керекпіз. Я, достар, мені көрдіңіздер ғой, атака жасаған сайын яд секілді әсер етеді екен. Қазір мен жақындап осы сейфке атака жасап тастайын. Мә, достар, енді болмай жатыр, енді жақсылап ойнауға. Бізге барынша қорғау керек сейфті. Мә, достар, мына базлайтерда бір. Мен бір жағынан білмей жатырмын, атакаға кетейін бе, әлде қорғаныста тұрайын ба? Мә, достар, мына жерде мына арти өте жақсы қорғап жатыр. Қазір мына Эль Примоны алып кетейік. Болды, достар. Біздің напарниктер мықты ойнап шықты, базар жоқ, шынымен де күшті. Достар, күшті ойнап шықтық. Изи ұттық. Жарайды, шығайық ендеше бұл жерден. Қазір, достар, біз басқа режим таңдайық базлайтерге. Криллияны таңдап көрейік. Ал кеттік, достар, тағы да ограбление. Бірақ бұл жолы режим Криллия. Енді бұл режимде ультасы кішкене қызық. Өйткені біз ұшамыз ғой. Бірақ мені дальность жаман екен, яғни лазерде дальность көп қой, а бұл жерде аз екен. Мына Джуджуда бір түф. Қоймады ғой мәтегі. Менде ана интернетте қуып жатыр кішкене. Мә, достар, мен мына Джуджуны қалай алам енді? Оқ, достар, болмады мынау Джуджу. Мені біліп тұр, мен қалай алам мен осы Джуджуны? Мә, достар, тыным бермеді ғой. Болды, алып кетейік. Менше мен қорғаныста тұра берейін үстіп. Атакаға шықпай. Үстіп Джуджуны алып кетейік бірден. Бір жағынан мен ультаны бекер қолдандым, Мә, достар, мына жерде мына аю кәдімгідей урон жасады ғой. Мә, достар, мен нашар ойнап жатырмын, шыны керек. Мә, достар, жаман ойнап жатырмын. Бізге қайтсек те, мына Джуджуда бір өте жақсы ойнап жатыр. Жоқ, достар, біз ұтып кеттік, Базар жоқ, достар, біздің напарниктер шынымен де мықты ойнады. Біздің жолымыз болып кетті негізі, достар. Базар жоқ, біз шынымен де күшті ойнадық, бой. Жарайды, достар, шығайық бұл жерден. Қазір, достар, біз басқа события ойнап кетейік. Мен қазір награда за поимканы ойнайын. Бұл да енді кішкене жабық, бірақ бір жағынан ашық карта. Криллиямен ойнай берейік. Кеттік, достар. Бұл жерде де базлайтер, бүкіл жерде базлайтер. Достар, кеттік. Бірден ана көк жұлдызды алып кету керек. Достар, болмады, Рикон алып кетейік. Изи, смело ұтамыз қазір. Бізде Роза мықты ойнайды қазір. Болмады, достар. Достар, мен ала алмадым, достар, әттеген ай. Біз ұтылып жатырық, өкінішке орай. Бірден үстіп Корделиусты алып кеттік.
Қазір реконды алып кетеміз бірден. Я, достар, easy, смело. Қазір тағы біреуін алып кету керек. Және біз ұттық. Болды, достар, мен ультаны қолдан алып кеттім, реконы. Смело, достар, easy ұттық, я. Бұл шынымен де оңай болды. Мені, достар, мен тағы звездный игрокпын. Бәрекелді, мықты ойнадық. 9 рет ұттық. Ебой, достар. Сонымен, достар, қазір мен басқа режим таңдайын. Лазерді таңдап көрейік, ойнап көрейік, қалай болады екен. Ал кеттік, достар. Лазер деген режим. Бұл жолда жақсылап тұрып ойнаймыз деген ойдамын. Бірақ менде кішкене интернет клуб тұр бір жағынан. Мә, достар, мына жерде қиын болады қазір. Жақсысы дальность жақсы негізі, я. Қараңыздар. Алысқа жақсылап тұрып аталады екен. Мен тіпті пайперге мені жеткізе аламын. Я, достар. Енді әр режимнің өзінің жақсы жағы бар. Жағынан әлсіз жерлері де бар. Міне не дейді мына базлайтер түв. Мен үстіп алып кетейін. Смело, достар. Гаджет та өте мықты. Гаджетті қолданып бірден қашып кетуге болады. Ой, достар, мен тупить еттім ана жерде. Ана жерде Джуджуның ультасы. Мен бұл жерде тәуекелге бармай қой керекпін. Мә, достар, мені мынау түв. Болмады, достар, мына жерде. Ай, достар, қабет деген ай, ұтылып қалдық өкінішке орай. Мен де бір жағынан тупить еттім. Ана жерде меч, базлайтер. Жарайды, достар, шығайық бұл жерден. Қазір мен мечті алайық. Ал кеттік, достар, бұл жолы меч режим. Кеттік, достар, мен бұл жолы танкпен ғой. Бірден үстіп гаджетті қолданып алып кетейік. Мә, достар, болмады. Мына жерде екі базлайтер бар екен. Екеуі де меч режимінде. Мен қазір білмеймін, енді қиын болады маған. Мә, достар, мынау, мә, достар. Әттеген ай, мен ұтылып атырмын. Нашар ойнап атырмын, шыны керек. Бірден 8 битті алып кетейік. Біз ұтылып атырмыз өкінішке орай. Негізі напарниктерде онша емес боецтерді таңдады бұл жолы. Бірақ біз жете алмай атырмыз қарсыластарға. Достар, мен алып кетейін. Достар, мен болмады, я. Достар, болмады. Мына жерде напарниктерде кішкене тупить етті. Біз мені жете алмай атырмыз қарсыластарға. Динамайк ультасын қолдану керек бұл жерде. Достар, мені болмады, я. Енді білмеймін, напарниктерден бе, әлде өзім нашар ойнадым ба. Жарайды, достар. Шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа событияны таңдайық. Ендеше біз нокаутты таңдайық. Нокаутпен көрейік, қалай болады екен. Бірақ бұл ашық карта. Жарайды, достар, мечпен кете берейік. Я, достар, осы жолы нокаут ойнаймыз. Мен меч деген режимді таңдадым. Негізі бұл ашық карта ғой. Негізі бұндай ашық картаға мечті таңдамау керек. Я, бұл жерде көріп тұрсыздар ғой, көбісі метательдерді, дальниктерді таңдайды. Бірақ мен қазір үстіп гаджетті қолданып алып кетейін ба деп ойлап тұрмын да, үстіп. Мені, достар, үстіп бірден алып кетеміз ғой. Қарсыластарда бірақ базлайтер қалды. Менше біз смело алып кетеміз.
Енді қазір қайткенмен де зона жабылады. Оқ достар, мына жерде болмады, Мен өкінішке орай анаған жақындай алмай жатырмын. Өйткені ол дальник қой. Жоқ достар, Байрон мықты ойнады. Менде міне Байрон мен Пайпер болғандықтан мен мықты ойнап жатырмын. Бірақ мен де бір жағынан тупить етіп жатырмын. Достар, ана Базлайтердің оғына түсіп жатырмын да. Достар, қараңыздаршы, біз қазір ұтылып қалуымыз мүмкін. Мен қазір енді достар, болмады, кішкене тупить еттім. Мен бір жағынан жақындай алмаймын ана қарсыластарға. Бірақ мен қазір ульта бар менде. Осы ультаны қолданып бірден алып кету керек. Қабілеттігін достар, мен дұрыс қолданбадым ультаны. Достар. Достар, болмады, Бұл жерде Базлайтер меч режимі болмайды екен. Мен қазір шығайық бұл жерден. Шығайық бұл жерден. Басқа режимді таңдайын. Осы лазер деген режим таңдайын. Ал достар, кеттік. Осы жолы лазер деген режим. Меніңше бұл жерде боттар, Меніңше бұл жерде боттар. Бұлар ботқа ұқсайды екен кішкене. Енді шын ойыншылар бүйтіп ойнамайды ғой. Мен ультаның өзін дұрыс қолданбадым. Бірақ бұл жерде оңай ұтамыз, боттар болғандықтан. Кәні? Достар, міне. Дальность өте жақсы, лазер режимінде. Ультасы енді қарапайым ульта. Достар, смело ұтып кеттік. Қазір біз басқа режимді таңдайық. Шығайық бұл жерден. Мен қазір крылья деген режимді таңдайын. Кеттік достар. Осы жолы крылья деген режим. Бұл жерде енді шынайы ойыншылар. Бұл жерде жақсылап ойнау керек енді. Достар, мен тупить еттім. Динамайктың бар екенін ұмытып кеттім. Динамайк шынымен де өте жақсы ойнады мына жерде. Бірден білді біздің центрге келетімізді. Бірақ біз Динамайкты смело алып кетеміз. Болмады, кішкене ғана қалды. Ең соңғы спайк қалды. Бұл жерде де енді спайкты смело алып кетеміз ғой. Достар, мен спайкты әрен дегенде алдым ғой. Кәдімгідей әрен дегенде алдық спайкты. Менде интернет қуып жатыр бір жағынан кішкене. Янандай неді? Замедленный съемка секілді болып тұрды. Бұл жерде менің напарниктерім мықты ойнап жатыр. Динамайк пен спайк қалды. Алып кетейік үстіп, бірден. Мен тупить еттім, бір жағынан. Қазір мен ультаны қолданып Динамайкты алып кетейін. Егерде әрине Пайпер алып кетпесе. Достар, үстіп ультаны қолданамызда Динамайкты алып кетеміз. Бәрекелді достар, мықты ойнадық. Базар жоқ, біз шынымен де ультаны қолданып мықты ойнап кеттік. Жарайды достар, шығайық. Қазір біз енді нокаутты ойнадық, бүкілін ойнадық. Біз енді Brawl Ball 5-5 ойнап кетейік. Бұл жерде ашық карта, сол себептен де крыльямен ойнаған дұрыс. Кеттік достар. Brawl Ball 5-5. Достар, бұл жерде де көбісі Базлайтермен ойнап жүр. Бір жағынан түсінуге болады, өйткені Базлайтер ол уақытша боец қой. Ақпанда жоқ болып кетеді. Яғни 4-ші ақпанға дейін Базлайтер боец болып тұрады, одан кейін жоқ болып кетеді.
Мә біз қазір қақпаны қорғау керекпіз. Мә мен ана я уронға түсіп қалдым оғына. Кеттік достар, бірден қазір гол соғып тастайық. Мықтылап тұрып ойнап тастайық. Мә достар, білмеймін енді қалай ойнайтынымызды. Маған тию қиын болып жатыр негізі. Смело қазір алып кетейік. Мә достар, мен енді қайтадан міне болмай жатыр я. Бір жағынан менде интернетте қуып жатыр. Маған қазір пас беріңдер, мен гол соғып кетейін енді. Менде ульта бар ғой. Ой, мә достар, мен тупить еттім я. Мә достар, мына жерде я кәдімгідей тупить еттім. Я достар, енді напарник гол соқты, бірақ мен ана жерде кәдімгідей тупить еттім. Мә достар, бірден ультаны дұрыстап қолданбадым. Бірақ біз мықты ойнап жатырмыз. Так, мықты ойнап жатырмыз. Мә бізге, мә достар, қазір олар гол соғып кетуі мүмкін. Негізі өте қызық матч болып жатыр. Қазір бірден алып кетейік. Бірден маған пас беріңдер, мә жігіттер. Менде қазір тағы да шанс бар ғой. Мә достар, болмады я. Мен ала алмадым Риконы. Бірақ базар жоқ, мә достар. Қараңыздаршы, напарник я бізде гол соғып кетті. Мықты ойнады. Я достар, күшті ұтып кеттік. Біздің негізі жолымыз болды. Ал достар, қазір мен енді басқа режимді таңдайын. Лазерді таңдайық. Ойнап кетейік енді осы лазермен. Кеттік достар, Brawl Ball 5-5 тағы да, бірақ бұл жолы лазер режимінде. Ал кеттік достар, осы жолы енді жақсылап тұрып ойнап кетейін. Мә достар, қиын болып жатыр. Бір жағынан осы лазермен тию қиын екенді. Дальность мықты, бірақ тию қиын. Кеттік достар, мә енді қазір үстіп бірден ультаны қолданып алып кетейік. Нашар ойнаймын негізі, дәл осы лазер режимінде мен кішкене нашар ойнаймын да. Маған скиллді көтеру керек. Негізі осы базлайтерға мастерствоны көтеру керек. Негізі жақсылап тұрып дамыту керек осы базлайтерді. Мен ультаның өзін қазір дұрыстап қолданбадым. Қазір допты алып бірден пас берейін. Я достар, қазір смело мен ультаны қолданып гол соғып кетейін. Ана жерде ашады ма біреу? Мә достар. Мә достар, міне напарникте бір түв болмады я. Қазір үстіп алып кетейік. Мә достар, болмайды. Я достар, болмай жатыр. Енді кішкене қалды мә гол соғуға. Қазір шығайықта бірден гол соғып кетейік. Так, мә не дейтін алар, мә қарсыластар енді мықты ойнап отыр. Мә достар, мен де тупить еттім енді тағы да. Қырық секунд қалды. Тезірек гол соғу керек. Жігіттер, кеттік. Бүкіліміз енді гол соғып кетейік. Мә мықтылап тұрып ойнайық. Ебой достар, қазір мен ультаны қолданып бірден. Мә болмады достар, мә мен екінші рет ультаны қолдандым, және болмай жатыр. 15 секунд қалды. Қазір егер де гол соқпасақ, бізге онда қазір қосымша уақыт береді ғой, я? Қателеспесем. Мә достар, мына жерде вольт та бір. Қазір мен ультаны қолданайын. Мен қазір... Мә достар, болмады мені. Үшінші рет. Мә достар, не болып жатыр өзі? Мен шынымен де жаман ойнап жатырмын. Мә достар. Қазір енді гол соғады ғой бұлар, я?
Бірақ бұл жерде Джеки кеттік. Мә жігіттер мықтылап тұрып ойнап тастайық. Енді 30 секунд қалды. Мә мына грифте бір қобалжылу момент. 20 секунд қалды. Мә достар, меніңше біз ничья болады, бұл жерде. Меніңше ничья болады. Ай достар, қиын болды. Достар, менде енді 3 момент болды, мықты момент болды, бірақ сонда да соға алмадық. Өкінішке орай, ничья достар. Бірақ біз мықты ойнадық негізі. Өте мықты матч болды негізі. Шынымен де мықты ойнап шықтық. Жарайды достар. Осымен ойынымызды аяқтайық. Видеоға лайк басып кетіңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Сау болыңыздар.